Армысыздар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Тарихшы этнограф Әлике Марғұланның туғанына 120 жыл толуына орай Әлике Марғұланның тарихи мұралары тақырыбындағы тарихи сағатқа қош келіпсіздер. Қазақстан археология мектебінің негізін салушы, ғылымның көптеген салалары этнография, тарих, шығыстану, әдебиеттану, өнертану бойынша көрнекті қайраткер, философия ғылымдарының докторы, бүкілодақты география қоғамының толық мүшесі, Қазақ СССР ғылым академиясының академигі, Қазақ СССР ғылымының еңбек сіңірген қайраткері Әлике Марғұлан 1904 жылы 11 мамырда Ақбетті облысындағы, қазіргі Павлодар облысы Баянауыл ауылында дүниеге келген. Әкесі Қақан атақты Олжабай батырдың тікелей ұрпағы. Әкесінің әкесі Қақан мен шешесі Нүрила көптеген халық ертегілері мен аңыздарын білген. Үйде халық әндері мен абай әндерін жиі шырқалатын. Әлике 5 жасында оқып жаза білуді үйренді. Бала кезінде Қорланды, Алпамыс, Көреғұлы, Қозы-Көрпеш, Баян-сұлу дастандарын жатқа білген. Қақанның шаңырағында белгілі ақын, ғалым Мәшһүр Жүсіп, Көпесов, Жаяу Мұса, Имантай Сәтбайұлы және қазақ даласында белгілі басқа да адамдар жиі бас қосқан.